Әр сабағыңызды ерекше өткізгіңіз келе ме? Ендеше, бүгін мен сіздерге ерекше әдіс-тәсілдерді ұсынатын боламын. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Араға бірнеше ай салып, мен сіздерге қайтадан оралдым. Бүгінгі таңда YouTube каналымда 10 мыңға жақын оқырман саны жиналды. Сіздерді каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Әрқайсыларыңызға алғысым шексіз, мені қолдағандарыңызға рахмет. Және сіздерге керемет жаңалық ұсынбақшымын. Жақында менің ютубер бол курсым ашылады. Сол курсқа қатысыңыздар, құр қалмаңыздар дегім келеді. Әдіс дегеніміз мұғалімнің белгілі бір мақсатқа жету барысындағы іс-әрекеті, ал технология әдіс тәсілдер жинағы. Жаңа технологияның басты мақсаты өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Ал технологияларды кеңінен қолдану білім құзыреттілігіне жету жолында үлкен рөл атқарады. Әдіс тәсілдерді мұғалім ізденісі арқылы оқушылардың қарым-қабілетіне қарай іріктелініп қолданылады. Әдіс тәсілдерді тиімді қолдану сабақтың сапасын, тиімділігін одан әрі арттырады. Бірінші әдіс көңіл-күй кубигі деп аталады. Бұл әдісті сіздер сергіту сәті ретінде немесе үзіліс уақытында қолдансаңыз болады. Бұл кубикте амандасу, тілек тілеу, мақтау, құттықтау, бір-бірлеріне күлкі сыйлау бағытында әртүрлі әзіл әңгімелер айтуына болады. Сабақтың әр уақытын тиімді пайдалануға керемет тәсіл болып табылады. Бұл әдістердің барлығын Telegram каналыма салатын боламын, тегін жүктеп алсаңыз болады. Келесі әдіс түрі смартфон деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл ламинатталған. Сізде ламинатор болмаса, скотчтап қолдансаңыз болады. Бұл әдісті кері байланыс ретінде және балаларға тапсырмалар берген кезде қолдансаңыз болады. Өте қызықты әдіс тәсілдердің бірі. Үшінші әдіс смарт сағат деп аталады. Бұл әдісте көріп тұрғандарыңыздай 1-ден 10-ға дейін сандар берілген, балаларды бірін-бірі бағалау мақсатында немесе өзін-өзі бағалау мақсатында қолдансаңыз болады. Төртінші әдіс түрі жүйрік көлік деп аталады. Міне, осы асфальтты тақтаңызға іліп қоясыз және асфальттың басына 10 сөз, 20 сөз, 30 сөз, 40 сөз, 50 сөз, 60 сөз осылай кете береді. Және жылдам оқыған баланың көлігі алға қарай жылжи береді. Баланың ынтасын ашуға таптырмас әдіс деп ойлаймын. Сіз де өз практикаңызда қолданып көріңіз. Бесінші әдіс фри деп аталады. Бұл әдісті сіз жаңа тақырыпты ашу мақсатында қолдансаңыз болады. Өйткені бұл фридің іші ашылады, жаңа тақырыпқа қатысты сөздерді жасырсаңыз болады. Және сөйлейді әріптер әдісін фри әдісімен бірге қолдансаңыз өте қызықты болады. Видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен болған Әсемнұр.